Бұл саяси науқанда жетісулықтар ерекше белсенділік танытты. Референдум учаскелеріне мерекелік көңіл күй сезіледі. Тіпті қала аудан орталықтарында қоғамдық көліктер тегін қызмет көрсетті. Ал Ақсу, Сарқан аудандарында жексенбінің басты оқиғасы қалай өтті? Еркебұлан Жақыбайдың сюжетінен көріңіздер. Сарқан ауданында референдум белсенді өтті. Жалпы аудан бойынша 25.284 адам саяси науқанға қатысуға құқығы бар. Тіпті сайлау учаскесінде жаңа конституция жобасына дауыс беруге асыққан жұрт кезекте тұрды. Себебі олар оң өзгеріске үміт артып отыр. Солардың ішінде Жоңғар Алатау мемлекеттік ұлттық табиғи парк қызметкерлері бар. Бұндай саяси науқандарға қатысу біріншіден әрбір қазақстандықтың борышы деп санаймын. Екіншіден, бірден осы мемлекетте қызмет атқарғаннан кейін осы Қазақстан Республикасының ауасымен тыныстап жүргеннен кейін және де осы табиғат қорғау саласында жүргеннен кейін барлығымызда бүгінгі референдумға қатысуға міндеттімін деп ойлаймын мен. Еліміздегі жаңа конституция жобасын қабылдау бойынша республикалық референдум өтті. Ел азаматтары дауыс беру учаскелеріне келіп, қоғамдық саяси мәселеге қатысты өз таңдауларын жасады. Жексенбідегі басты оқиға бар сән салтанатымен өтті. Мәселен, Ақсу ауданы Ақын Сара мәдениет үйінінде орналасқан нөмір 3 сайлау учаскесіне өнер мектеп ұжымы ән айтып келді. Ал еліміз үшін маңызды саяси шарада белсенділік танытқан Ақсу қант зауытының ұжымы бір мезетте 50 адам келіп өз таңдауын жасады. Бүгін жұмысшыларымыз, халқымыз семьямен кеп жатыр, бала шағасымен кеп жатыр. Ұжым болып. Бұл бірінші референдум емес. 95 жылғы референдумға қатысқан осы ұжым. 400-450 адам жұмыс жасайды ұжымда. Сол бәрі белсенді қатысып отыр. Ол біздің болашағымыз. Жастар таңдауы ел болашағына сенім. Ақсу ауданына қарасты Қапал ауылындағы нөмір 32 референдум учаскесінде ерекше белсенділік байқалды. Мұнда Қапал кәсіптік техникалық колледжінің 250 студенті бір мезетте келіп дауыс берді. Жас буын өкілдерінің осылайша ұйымдасқан түрде келіп өз таңдауларын жасауы олардың ел тағдырына бейжай қарамайтын, қоғам өміріне жауапкершілікпен қарайтын көрсетеді. Болашақ мамандары үшін бұл тек дауыс беру ғана емес, ел болашағына деген сенім мен азаматтық ұстанымды білдіретін маңызды қадам. Колледж студенттердің белсенділігі референдум учаскесінде ерекше серпін тудырып, жастардың қоғамдық саяси өмірге қызығушылығы мен жауапкершілігін айқын көрсетті. Еркебұлан Жақыбай, Ержан Дүйсен, Жетісу телеарнасы.